Туғандар, жалпыңыздарға ассаламу алейкум. Бізден уна сүйүүчүлөр, Алам Қовар каналыбыздын катталуучулары сыздарбы. Барыңыздарға Жапалак уна базарынан салам айтабыз. Буюрса, бүгүн мен сиздерге мына ушундай бул чыгарылышта жол тандабас унааларды көрсөтөмүн. Жол тандабастарды көрдүңүздөр, каналга катталып мына ушундай лайкты басып коюңуздар. Бүгүн 2024 жылдын 23 июнь күнү болуп калды, апта күнгө жекшемби, дем алыш күнү. Жогоруда айткандай сиздерге мына ушул жол тандабас унааларды көрсөтөмүн. Бул жакта рафтар дагы бар, рекстер дагы бар. Буюрса, бул чыгарылыш мына ушул жол тандабас унаалар. Андыктан колдоону көрсөтүңүздөр, лайктан басыңыздар. Буюрса, мына рекс канча экен? Так, мына рекс. Так, ула тугандар. Ошам учетунда RX объем 330 тугандар, баасы 13 000 акш доллар, 58 менен 99 58 99 деген эсин номери. Assalamu alaikum, тақсыр. Тартып қойла бір, а? Тыңчыңызды алдық, а? Машинаның бұйырса жасатчу жері жоқ, а? Жасатчу жері еме бір ходовой жағы бар, а? Болса атак. Бары жақшы. 3-3, а бұл, а? 3-3. Базарға еміле келдіңіз бі, жақандай? Ертемен келген. Ертемен, а? Бүгін де. Жақшы. Туғандар, мына сіздерге бір вариант. Егерде уна қызық болса көрсеңіздер болады. Болды, содаңызды берсін. Машина өткөр береді. 330. Стрим сатылды ба? Қаншаға кетті? 500? 1.8 бі? 1.7 деген. 500-ге сатылды. Так, туғандар, темадан алыстабайлы. Бұл жақта гибрид Toyota RAV4. Сізден бі? Так, унаның чыгарылған жылы 2018, гибрид 2.5, мына байланыш номерлері. Үстінде люк тағы бар. Салон жақ жабық, мына ушундай. Дөңгөлөктөрү жайкы. Титан дискалары менен. Эми болсо могул жерде мен 4-6-ларды көрсөтөйүн. Жаллабатский учет экен. Жаллабатский учет 04 Жаллабатский учет. Унаның мына чыгарылган жылы 2008, коробка автомат, баасы 28 500 акш доллар. Байланыш номерлери эгерде кызык болсо барыңыздар, ниет кылыңыздар, ушундай унаны айдаңыздар демекчимин. Так, 4 стеклоподъемник, бияктан бул электропривод, мультироль. Мынаке мониторду көрүп турасыздар. Буларда буюрса баардык нерсе бар, үстүндө дагы люк турат. Чехолдор менен кийгизип койгон. Сизден мака? Мынаке тугандар, тартып жүрөбүз да, тартып кое берели да. Мынаке тугандар, жогоруда айткандай бул чыгарылыш жалаң мына ушундай жол тандабас унаалар. Буюрса биз менен бирге болуп туруңуздар. Чыгарылышты аягына чейин көрүңүздөр, ушундай унааларды дагы тартабыз. Алдынан американец боло, европейс, япошка, мына ушундай унааларына буюрса бул чыгарылыштан көрөсүздөр. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Анан дагы тугандар, мен ар дайым айтамын, биздин чыгарылышыбызды группалар менен бөлүшүп койсоңуздар, бизге аябай чоң колдоо дагы болот. Сизден мака бияк? Бул уна деген. Так, баха 777 турган экен бул. Автосалон ошол жакта турган экен. 2019, баасы 18 700 акш доллары, 2.2 турбо дейт. Байланыш номерлерин шашпай көрсөңүздөр дагы болот тугандар. Так, мынаны мен сира бир сыра мына ушунда көрсөтөйүн. Мен ачыгын айтайын, мен машиналарды кыйратып билбейм өзүчө. Билгенде жандар болсо, мына айтып коюңуздар. Кайсы уна болушу мүмкүн? Билгендер сөз түрдө айтыңыздар. Бул 7 орундуу уна Kia Carnival, бирок эми мына ушул X канча болуп калат?
X6 болып қала болса қандай. Аз көрелікші. Туғандар, X6 екен оға. Шығарылған жылы 2009, объем 44, басы 25.000 ақш доллар. Мұна байланыс номерлер қызық болса көріңіздер. Бағасын көрдіңіздер мұна. Қызыл түстегі X6. 2 жас. Айландыры бір sıra көстойын. Бағасы қандай дегендерге мұна бағасында жазып тұр. Дөңгелектерін көрдіңіздер. Шындай қоздолған дискалармен салон жақ, бирок жабық. Кожаный салон, мультируль бар екен. 360 градус камера. Так, липсток та бар екен бұлда тұрғандар. Липсток бар ұқсайды. Мен байқашым бойынша. Мына жолтан да бас бұналар. Так, бияқа жылауыз емі. Мынау жерде GX-тар. GX бағасы жазылған емес. Мұнаға, егерде малымат қағыз қызық болса 2018 46 59 менен 507 558 деген ейсін номері свежий деп жазып қойып тұр. Свежий. Повторитель поворотник. Салон жақ жауық екен, салон жақ жауық. Дөңгелектері қызық болса көріңіздер. Мұнаны мен сіздерге бір сыр айландырып көрсетейін. Мұрдасы негізі бұларды байқы 5 жетілердің жаңылар бар ғой, ошо ұқсаш келеді. Мен ошоға ұқсаш тұрамын. 4.6 GX туғандар. Бияқта болса, мұна шының 4.7-сі ескі выпуска. Бұл дәлі легенда. GX 4.7. Татып қойла тақсыр, Салам алейкум. Так, малымат қағазын бияқтан көрсетейінші. Мұнаның шығарылған жылы 2005. 2005 4.7 байланыс номерлері қызық болса көрсеңіздер болады. Астыңғы мордасы мұнаға. Астыңғы мордасы, дөңгелектері. Бисмилля деп салонды ашып қойын. Бұның басы қанша болып қалады тақсыр? Кожаный салон. Қанша? 23.000 доллар. Android монитор бар екен. Салон. Қызық болса бір көріңіздер. Oldu, sodаңызды берсін. Так, Hyundai. Қандай болып қалды? Hyundai бұл дәле жонтанлығасын аскен. Корея өндірісінен шыққан мультируль бар. Унаның шығарылған жылы бұл жерден 2016. Так, 17.000 ақш доллар басы, 59 менен 00-20-02 деген есін номері. Уна қызық болса көрсеңіздер бұл бір вариант сіздерге. Так, туғандар, емі біз астыға қарай жылайлы дағы. Ол жерден BMW X5-тің жаңы. X5 сатылды ой? Bir көрөйлүү, X5. Бағасы қанша, тақсыр? 31. Жүргені қанша жүріп қойды пробег? 2018 туғандар. 3 куб. 112 пробег. Родной краска ва? Родной краска туғандар. Так, 4 штука подъемник. Мультируль бар туғандар. Так, липсток та бар екен. Электропривод. Бұл жақта 360 градус камера. Арт жағын көріп тұрасыздар, үстінде панорама люк. Бұйырса сіздер іздеген нәрсенің барлығы бар бұйырса, автохолд бар екен туғандар. Ең машқына туғандар липсток бар. Ұшу нәрсені көбі сұрашат екен. Мұна қызық болса бір сыра көрсеңіздер болады. Панораманы көрдіңіздер туғандар. Мұна қызық болса байланыс көріңіздер. Мұна бағаныңыздарға ұшында ұналар насип болсын демек жөз. Жолтан табас ұналар туғандар. Болды ақалар, содаңыздарды берсін. Так, кейін күнауыз, RX, Lexus. Тартып қойлы тақсыр? Сен сатылды ой? Сатылды. Қанша бағасы?
15 yarım tuğanlar. 350. 350, 15 yarım. Жылычы? O ikinci. 2007 ha? Номерлерді қалтырамыз ба? Айтыңызшы. Қағазын бір көрбейлі? Мәке туғандар. Паспортта 2006. Ай, техпаспортта 2006. Өткізген үшін. Болса ikinci. Плюс газы дағы бар. Газа. Байланышты нөмерлер қызық болса көрсеңіздер болады туғандар. 3-5 куб. Машина қаяқта жүрген? Қаяқта? Жүрген? Болды, содасын берсін. Туғандар. Мәке. Әрдайым айтамын, қолдап қойыңыздар. Бұл жерде Корея өндірісінен шыққан дағы бір жол таңдамасы мұна. Мен жол таңдамасына қосылады деп ойлаймын. Жаңа екен 2022 туғандар 1.6 мына байланыс нөмірлерін көрсеңіздер болады. 1.6 айландырып көрсетейін бе? Tucson дейді, Tucson екен ба? Tucson жаңа моделі ба бұл? Тыншыңызды алдық, ассаламу алейкум. Так, bu yoqda 4 стеклоподъемник, блокировка, разблокировка, мультироль, круиз-контроль, липсток. Мына кондиционер бар бұларда әлбетте, сөз түрде үсті. Машина қашан келді? Пробеги болса қанша километр, а? 3456 километр жүріп тұр, а? Бағасы ше бағасы? 26800. Таза? No, бесключевой доступ па? Болды. Бесключевой доступ. Жақсы. Асты мордасы жақсы екен бұл. Туғандар. Болды, содаңыз берсін. Туғандар, біз алдыға қарай жылауыз, бізмен бірге олып тұрыңыздар, бұйырса жол таңдамас мұналар бұл шығарылышта олыпты. Шо алдыға açılıp, бұйырса навестен алдыға да өтеміз. Ассаламу алейкум, Москвада иштеп эмгектенип жүргөн туугандар. Биз Казакстан Москва кирди чыкты кызматтабыз. Бизде көбүнчө Toyota Alphard үлгүсүндөгү кенен жолго ыңгайлуу унаалар. Жолго документтериңиз туура эмес болсо, акысыз жасап беребиз. Жашоо шартка байланыштуу акчаңыз болбой калып, кирип чыга албай жүрсөңүз, ал жагынан дагы жардам беребиз. Плюс 7977 382 1093 Шергазы мырза жооп берет. Харер, бул канча болуп калат, Так. Gaz, benzin, oğlanlarda oşi tartıyor bunlar. Cevap dur bitti. Болды. Ондар, мен айтамын, жол таңдамасы уналар дегенмін, бұйырса ошол шаарыш кайрадан уланып атат. Эгерде уна кызык болсо, мына Harrier, бул баягы Lexus RX-тин эле, бул Toyota'сы тугандар. Билесиздер. Унанын азыр мен сиздерге полный бир сыра маалымат кагазын көрсөтөм, анан ички салонунда көрсөтөйүн. Чыгарылган жылы 2004, бул жерде плюс газы дагы бар экен. Байланыш номери 0773 менен 23 86 46 деген эсин номери. Бисмилла деп ачканда салон кожаный, машина молочный түстөгү салон экен. Бул чисто япошка болуп калып ошондо. Япошка. Бул да RX-тин эле туугандар эмес болуп калат. Harrier Toyota'сы болуп калат. Билесиздер, RX-тердин өзү эле просто бул мына Harrier деп өзү эле айтып турат. Маалымат кагазын көрсөттүк. Азыр мен сиздерге баасы канча болуп калат ошондо? 12, 12 миң кем болот. Мына дөңгөлөктөрүн да көрдүңүздөр, протекторлор да жакшы буюрса. İstеген сайынlardan апарат да. Ya satış gerek oldu. Satış gerek oldu. Срочно сатылат туугандар. Болду. Мына туугандар, кызык болсо көрүңүздөр. Болду, соодасын берсин. Deme var. Нар корейс пе? Santa Fe. Santa Fe. Aşerbe. Ашербі. Нарқы. Хайландырдың жылы қанша? 2019. 2019. Свежий. Хайландыр туғандар. Басы 24 мың дейді. Маалымат кагазын көрсөтөлү. 2019 туғандар. 2.7. Байланыш номерлер көрсөтүлгөн. Эгерде уна кызык болсо, мына жол тандабасы уна туғандар. Сиздерге бир вариант. Дөңгөлөктөрүн көрүңүздөр. Şoförmen 8 места. Шопурмен 8 места.
Качан келди Кыргызстанга бул? Номер жаңы эле такылды. Onun Oroza'dan keyin kelgen da. Оразадан кийин. Жакшы. Буңуз канча ашар бар? 620. 620. Honda ашар бар тугандар. İşleri Фотограф бар. 2004 16 тугандар. 56 менен 96 56 66 деген. Рейс номерім ошондо үстүндө люк дагы бар. Фотограф бар дейт. Баасы канча болуп калат? 620 bin son. Бул европеец или американец? Amerikans. Американец, а? 620 коробка автомат тугандар. Мына кызык болсо, ээси менен байланышып көрүңүздөр. Мына. Сиздерге бир Motor коробкасын жаңы баскан, мишениш май жебейт. Бастыңыз мотор коробка. Ашербага кызыккандар мына сиздерге бир вариант тагы. Болду ака, соодасын берсин. Так, туугандар. Кайрадан жол тандагы унаалары 330 RX. Бирок баасы жазылган эмес, 2004 дейт туугандар. Мына кызыккандарга бир көрсөңүздөр болот. RX. Так, бияка жыла турган болсок, бул жерде не деген эле, бул деле ошо корейский, эми жол тандабасына кирип калат, себеп дегенде чоң бул деле. Мен жол тандабасы дейм, эми сиздер кандай дештер билбейм. Унан чыгарылган жылы 2009, баасы 12 000 болуп калабы? 12 000. Булар дизель болот, 2 турбо. Байланыш номерлери. Hyundai не деген эле бул? Sonata? Жок. Santa Fe десеңиз, ошону айтам да. Santa Fe. Сизден бо? Santa Fe. Жүргөнү канча болуп калды бул? Пробег. Канча? 113 000. 113 000 дейт. Ондар. Болду, соодасын берсин. Мына, буякта. Черный пантера. Мына. RX, тугандар. RX. Кап-кара түстө. 350'нün мына. Баасын көрүп алыңыздар, 15 000 AQSh доллар дейт. Байланыш номерлерин көрүңүздөр, чыгарылган жылы 2007. Кара RX. Буякта GX47 тугандар. GX47. Азыр мен сиздерге бул унаанын маалымат кагазын көрсөтөйүнчү. Чыгарылган жылы 2007, 47. Байланыш номерлери эгерде кызык болсо. Сизден бо? Жол тандабасы унааларды тугандар көбүрөөк тартамын, себеп дегенде, тугандар баарыбызга насип болсун ушундайлар, Мен ушундайларды көзүңүздөр көнсүн деп атай тартып атам. Ошон үчүн шуну басып коюңуздар, эми неге тартасың дегендерге. Тугандар, айдашыбыз керек, Тугандар, туурабы? Мен өзүм көрсөтүп айтайынчы мына. Жашоого бир келебиз, айдаш керек, миниш керек, түрүн миниш керек башынан. Мына, буюрса биз менен бирге болуп туруңуз. Азыр дагы жол тандабастарды көрсөтөм. Могул жерде мен айткан азыркы ушу RX-тин эми ошолордон кийинки поколениялары мына. Бишкек шаарынын учетунда экен, унаанын чыгарылган жылы мына 2010 дейт. Байланыш номерлери турат. Баасы жазылган эмес, бирок тилекке каршы баасы жазылган эмес. Молочный түстөгү кожаный салон, мультруль тугандар. Так, буякта 47. Баасы канча суралыптыр таксыр? 23,5. Дагы бир GX тугандар. Дагы бир GX. Тартып коелу таксыр, Азыр таксыр. Воткинский учет тугандар. Унаанын чыгарылган жылы мына. Маалымат кагазын көрсөтөйүнбү? 2005 47 газ бензин дейт. Абалы жакшы дейт. Номерлер кызык болсо көрсөңүздөр болот.
Дөңгөлөктөрү. GX. Эми туугандар. Будан кийин могул жерде дагы бир RX турат. Ушул RX-тар бүгүн негедир базарга көп киргенби, мен көзүмө көбүрөөк көрдүм атат. Мына ушул RX-та коштоймбу? 330 туугандар. Американец болот экен, 13800 сурап тур баасына. Силерге көрсөтүп да коеюн. Байланыштын бөлөдү кызык болсо көрүңүздөр. Чыгарылган жылы 2004 дейт. 2004. Мына дөңгөлөктөрүн көрүңүздөр. Салон жак жабык, билекке каршы. Салон жак жабык. Анын жанында дагы бир ушундай эле RX туугандар. Бирок бул 350 экен. Баасы жазылган эмес. 2008 туугандар 350. Без вложения дейт. Буюрса ремонт жок, плюс газы дагы бар. Байланыштын менен көрдүңүздөр, абалы жакшы дейт. Эгерде, бунун баасын билбедиңиздерби? 16,5. Ички салон бир сыйра тартып көрсөтүп койду. Ама Lexus'тун логотипин көрдүңүздөрбү? Жанып турат. Эмблемасы. Туугандар. Кожаный салон. Айдаңыздар, газын бериңиздер, газын туугандар. Буларыңыздарга насип кылсын. Сизден бака? Ар бириңиздер айдаңыздар деп атам, жашоого бир келебиз. Айдаш керек. Эми бул жака өтөбүз. Мына сырт жакта дагы эми жол тандабасы муналарды аякта эми бар го, бирок аз. Могул жерде дагы бир GX турат туугандар. Кара. 4 Баасы жазылган эмес бирок. Баасы жазылган эмес. Так, мунанын чыгарылган жылы 2005. Мына сиздерге жакындатып өзүңүздөр дагы көрүңүздөр. Плюс газы дагы бар, 4 байланыштын бөлөдү көрдүңүздөр. Дөңгөлөктөрү. Ичин ачып көрөйүн. Карасына кызыккандар мына. Бuyakta mı elektropривод иштеп атат, бир жакшы. İşte атат. Чехолдорду кийгизип коюптур, үстүндө мындай люк дагы бар экен. Кийинки жылы 20 жылдыкка ниет кылып жүргөндөр. Мына сиздерге. Ниетиңиздерге жетиңиздер демекчимин. Биз эми сырт жакка чыгабыз, сырт жактагы жол тандабастарды көрсөтөбүз. Туугандар, кайрадан мына жерде жол тандабасы Lexus RX. Унанын чыгарылган жылы бул жерден канча дейт? 2012 дейт, 3.5 куб байланыш номерлери. 350. Дөңгөлөктөрү. Үстүндө люк дагы бар экен мына. Баасы канча экен таксыр? 22. 22. 22 миң кожаный салон. RX 450 туугандар. Кызыккандар болсо мына көрүңүздөр.